Астана медресесі 2007 жылы осы Астана бас қаламызда елбасының тікелей қолдауымен ашылған оқу орны. Осы жылдар арасында Астана медресе, бүгінгі таңда Астана медресе колледжін 300-ден астам шәкірт тәмамдаған. Былтырғы оқу жылынан бастап біз Астана медресе колледжі лицензиясын алып, яғни ислам тану мамандығы бойынша имам хатип біліктілігіне лицензия алып, бүгінгі таңда техникалық және кәсіптік білім беретін Астана медресе колледжі болып аталады. Астана медресе колледжінің өзіндік ерекшелігі бар. Кітапханасы да іште, асханасы да, балаларымыз, шәкірттеріміздің жуынатын бөлмелері, киім өтектейтін бөлмелері, спорт залдары, барлығы осының ішінде орналасқан. Әрине жатақханалары бар. Әр студентке бүгінгі күні санитарлық талапқа сай өзіне белгіленген межеде орындары бар. Шәкірттеріміздің оқу корпусы да осы жерде ұстаздардың бөлмесінде бір ғимаратта орналасқан. Биылғы оқу жылында 100-ден астам шәкіртіміз білім алып жатыр. Оның ішінде биылғы жылы 50 грант бөлінді. 30-ға жуық ұстаздар білім береді. Барлығы арнайы білім алған, бірнеше оқу орнын тамамдаған өзінің нағыз шеберлері сабақ беріп жатыр бүгінгі күні. Астана медресе колледжі биыл жаңадан кредиттік модульдік бағдарламасына өтті. Бізде енді қазір колледж медресе болғандықтан біздегі студенттеріміз осында тек қана шариғи пәндерде емес, онымен қоса мысалға бізде базалық модуль деп аталады. Базалық модульде мысалы жаңағы құқық негіздері, философия негіздері, әлеуметтану, мәдениеттану секілді пәндерді де оқиды. Біз исламтану мамандығы имам хатип біліктілігін алып шығады. Оқу 2 жыл 10 ай. Шәкірттеріміз бір ауысымда оқиды. Сабақтан тыс уақытында біз мысалға қосымша дәрістер ұйымдастыруға тырысамыз. Мына жерде спорт залымыз бар. Сол шәкірттер өз спорт залда жаңағы айналысады. Футбол секілді, волейбол секілді, тіптен садақ ату үйірмесі мысалға, және де әртүрлі жарыстар болып атады. Осы Астана медресесінің қабырғасында оқып жүргеніме биыл 3-ші жыл. Қасиетті Құран кәрімнен бастап пайғамбарымыздың оған Алланың ерлігіне сәлем болсын, хадистерін, жалпы ислам тарихын оқимыз бұл жерде. Және де ислам сенім негіздері, яғни ақида, фиқ салаларын меңгеріп, базалық білім қалыптастырамыз. Ертең ислам танушы мамандығын игеріп, яғни сол мамандықпен жұмыс жасау үшін, жалпы халықпен жұмыс жасау үшін осы жерде білім алып жатырмыз.